Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін 44-ші сабақ құрама есеп. Сен құрама есептің не екенін білесің және оны шығаруды үйренесің. Бірінші есеп, есепті шығар. Сыныпта 13 қыз және 18 ұл бар. Сыныпта барлығы неше оқушы бар? Бізде қыздар 13, ұлдар 18, барлығы белгісіз. Бізге есептің шарты берілген. Сендер дәптерге жазып алсаңдар болады. Енді бізде шешуі, барлығын табу үшін қосу амалын қолданамыз. Қыздарға ұлдардың санын қосамыз. 13-ке 18-ті қосамыз, бізде 31 шықты. 31 бізде ол барлық оқушылардың саны. Енді біз жауабына ең соңғы сұраулы сөйлемге жауап жазамыз. Сыныпта барлығы 31 оқушы бар. Екінші есепті шығар. Сыныпта 31 оқушы болды. Үзіліс кезінде 9 оқушы сыныптан шығып кетті. Сыныпта неше оқушы қалды? Бізге есептің шарты берілген. Болды 31 оқушы, кетті 9 оқушы, қалды белгісіз оқушы. Кетті және қалды белгісіз болған жағдайда біз азайту амалын қолданамыз. Барлық бала санынан кеткен оқушыларды азайтамыз. Бізде 22 оқушы қалды. Жауабы соңғы сұраулы сөйлемге жауап жазамыз. Сыныпта 22 оқушы қалды. Үшінші есептің А тапсырмасы. Бірінші және екінші тапсырмадағы есептердің мәтінін салыстыр. Осы екі есептің мазмұнынан мынандай бір есеп құрастыруға болады. Сыныпта 13 қыз және 18 ұл болды. Бұл бізде бірінші тапсырманың мәтіні. Үзіліс кезінде 9 оқушы сыныптан шығып кетті. Сыныпта неше оқушы қалды? Бұл бізде екінші тапсырманың мәтіні. Есептің қысқаша шарты берілген. Болды 13 қыз және 18 ұл, кетті 9 оқушы, қалды неше оқушы? Бұл құрама есеп деп аталады. Себебі құрама есеп екі немесе одан да көп амалдармен шығарылады. Бірінші және екінші тапсырмадағы есептер олар бір амалмен орындалған болатын. Бір амалмен шығарылатын есепті жай есеп деп атаймыз. Ал екі немесе одан да көп амалмен орындалатын есептерді құрама есеп деп атаймыз. Есептің шешуі бізде болды 13 қыз және 18 ұл, барлығын табамыз. Бізде барлығы 31 оқушы болады. Бұл бізде бірінші орындалатын амал. Екінші орындалатын амал, барлығы 31 оқушыдан кеткен оқушыларды алып тастаймыз. 22 оқушы қалады. Жауабын оқимын. Соңғы сұраулы сөйлемге. Сыныпта 22 оқушы қалды. Үшінші есептің А тапсырмасы. Бірінші, екінші, үшінші А тапсырмаларындағы есептердің шешуін салыстыр. Не байқадың, қорытынды жаса. Бірінші есептің шешуі бір амалмен шығарылды. Екінші есептің шешуі бір амалмен шығарылды. Үшінші есептің шешуі екі амалмен шығарылды. Ережеге мұқият қараймыз. Жай есепті бір амалмен шығарады, құрама есепті екі немесе одан да көп амалмен шығарады. Ережені есте сақтап аламыз. Бірінші, екінші тапсырма бұл есеп жай есеп деп аталады. Үшінші тапсырмадағы есеп құрама есеп деп аталады. Өйткені ол екі амалмен орындалды. Бірінші есеп есепті шығар. Сыныпымызда 15 бөлме гүлі бар еді. Оның үшеуі мектеп дәлізіне қойылды. Ал басқа 4 гүл дәлізден сыныпқа әкелінді. Сыныпта енді неше гүл болды? Есептің қысқаша шартын жаздық. Болды сыныпта 15 гүл. Қойылды дәлізге 3 гүл. 4 гүл дәлізден әкелінді. Болды сыныпта қанша гүл? Есептің қысқаша шарты дөңгелек түрінде де берілген. Көк түсті дөңгелектер бізде бастапқыда сыныпта 15 гүл. Оның 3 көк түсті дөңгелек сызылған. Ол дәлізге қойылған гүлдер. Жасыл түсті 4 дөңгелек, ол 4 гүл дәлізден сыныпқа әкелінді. Шешуін жазамыз. Бізде бөлмеде 15 гүл болды.
оның 3 гүл дәлізге алып кетті. 4 гүл дәлізден бөлмеге алып келді. 15-тен 3-ті азайтамыз. 12, оған 4 гүлді қосамыз. 16. Жауабы 16 гүл. Есеп өрнектер бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Біз бірінші өрнек бойынша есеп құрастырамыз. Айдостың 100 теңгесі болды. Ол 26 теңгеге қалам, 17 теңгеге сызғыш алды. Айдостың қанша теңгесі қалды? Есептің қысқаша шарты болды. 100 теңге жұмсалды, 26 теңге және 17 теңге. Қалды қанша теңге? Біз айдоста қанша теңге қалғанын табамыз. Есептің шешуі: барлығы 100 теңгеден жұмсалған 26 теңге мен 17 теңгенің қосындысын азайтамыз. Бірінші амалда жақшаның ішін орындаймыз. 26-ға 17-ні қосқанда 43 болады. Барлығы бізде 100 теңгеден жұмсалған 43 теңгені азайтамыз. 57 теңге қалды. Жауабы: айдостың 57 теңгесі қалды. Өрнектер бойынша есептер құрастыр және оларды шығар. Біз екінші өрнек бойынша есеп құрастырдық. Айдос асханадан 300 теңгеге тоқаш, 200 теңгеге бәліш, 100 теңгеге шырын сатып алды. Айдос барлығына қанша теңге төледі? Есептің қысқаша шартын жаздық. Бәліш 300 теңге, тоқаш 200 теңге, шырын 100 теңге. Барлығы қанша теңге? Есептің шешуі: 300 теңгеге 200 теңгені қосамыз, 500 теңге. 500 теңгеге 100 теңгені қосамыз, 600 теңге болады. Жауабы: айдос барлығына 600 теңге төледі. Айдос Алтыншы есеп: есепті шығар. Мектеп асханасында картоп қосылған 35 бәліш және ірімшік қосылған 18 бәліш болды. Олардың 27-сі сатылды. Асханада неше бәліш қалды? Есептің шартын жаздық. Шешуі: 35-ке 18-ді қосамыз, 53 болады. 53-тен 27-ні азайтамыз, 26. Асханада 26 бәліш қалды. Жауабын жазамыз. Жетінші есеп: мәтінді оқы. Сұрақ қойып, оны есепке айналдыр. Есепті шығар. Айгүлдің 14 ертегі кітабы және балаларға арналған 7 энциклопедиясы бар. Айгүл осы кітаптардың 8-ін оқыды. Оқылмаған қанша кітабы бар? Есептің қысқаша шартын жаздық. Шешуі: 14-ке 7-ні қосамыз, 21. Бұл бізде Айгүлдің барлық кітаптарының саны. Енді осы 21-ден оқылған кітаптарының санын азайтамыз. Бізде 13 қалады. Айгүлде оқылмаған 13 кітабы бар. Айгүлдің Сегізінші есеп: ребусты шеш. Бізге берілген Т дыбысы 100 және У дыбысы берілген. 100 сөзінен алдынан бір әріпті сызып тастаймыз. Жауабы: түзу.
Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.